Құранда мәт әріптерінен болған вау әрпінің де оқылмайтын тұстары бар. Соны сіздерге Құраннан практикалық тұрғыдан көрсетіп өтейін. Мәселен, Бақара сүресінің 5-ші аятында Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим улаика деген жер бар. Осы жердегі вау оқылмайды. Не себепті? Оның себебі ваудың үстінде мынадай мінекей домалақ белгі тұр. Егер Құранда вау әрпі келіп, және үстінде мынандай домалақ белгі тұрса, ол вау әрпінің оқылмайтындығын білдіреді. Сіз мына жерде улаика деп мәт қылып созып жатпайсыз. Не істейсіз? Бірден ләм әрпіне түсесіз. Улаика. Мына жерде де тура сондай. Ва улаика. Бақара сүресінің 81-ші аятында да осындай тұс бар. Фа улаика. Бұл жерде де вау оқылмайды. Сондай-ақ Тәубе сүресінің 86-ші аятында да, мәселен, улут-таули деген жер бар. Бұл жерде де вау әрпі оқылмайды, сіз бірден ләмға өтіп кетесіз. Не себепті оқылмайды дедік? Жаңа вау әрпі үстінде мынандай домалақ белгі бар. Құранда осындай белгі келсе, вау әрпін оқымайсыздар. Достар, осылайша Құранды дұрыс оқуды бірте-бірте бірге үйренеміз.